Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өзімнің келін болып түскеннен бергі енемнің үйреткен пловыммен бөлісетін боламын. Осындай пловты пісіремін. Мінекей қанша жыл, 23 жыл болды. Бірінші сұйық майымызды құйып, жуамызбен болгарский перісті қуырып алатын боламыз. Қызарыңқыратып қуырамыз әдемілеп. Оның үстіне жуылған етімізді салып, тағы да қуыратын боламыз. Өте оңай, дәмді болып шығады, бірақ ресторандардың пловынан әлде қайда дәмді. Енді сөйтіп етіміз кішкене пістау деген уақытта қуырылып, үстіне морковымызды саламыз, дәмдеуіштерімізді саламыз, бірінші тұзымызды сауаламыз, кішкене қуырамыз тұзбен, себебі етімізге тұздың дәмі кіріп, еттің дәмі әдемі болады. Сөйтіп осының үстіне дәмдеуіштерімізді салып жібереміз, тағы да өзімізге ұнайтын для плова деген сияқты мен для плова салам. Сөйтіп үстіне морковымызды саламыз. Морковымызды да ұзын-ұзын қылып турап алып осылай. Сөйтіп үстіне салып кішкене қуырамыз. Қуырылған кезде үстіне су құямыз. Су бізде қандай күрішті қандай кесемен өлшеп салатын болсам, суды да дәл сондай кесемен өлшеп салам. Бұл енді енемнің рецепті, солай үйретті, маған солай келе жатырмын. Мысалы, бізде егерде жаңағы кесемен 1,5 кесе күріш салатын болсам, мен ол кесемен 3 кесе су құям. Сөйтіп, біреуін салдым, енді жарты күріш салып, осыны жуып дайындап алам. Суымыз көп болып кетпеу керек. Тек қана ровно 2 кесе ғана су құясыздар. Күріштің суы, күріш суға батып тұру керек. 1 сантиметрдей, 1 сантиметрдей батып тұру, үстінде су тұру керекті. Содан қатты отта қайнатамыз, қақпағын ашып қойып, қатты отта қайнатып, суы сарқылғанша қайнататын боламыз. Сол кезде күріштің суы сарқылған кезде бетін кішкене астына қарай аударып, осылай үшбұрыштап жан-жағын жинап қоятынымыз. Әр жерін тесіп мен чеснок тығамын. Чеснокты тығып, және бетін жабамын. Біреулер су құяды екен, мен су құймаймын. Осылай өзінің буында әдемі болып былқып пісетін болады. Осылай бетін жауып, мен осылай пакетке крышкасын кигіземде, енем марқұм дәл осылай істейтін, бәрін пакетке кигіземін де, крышкасын осылай жауып тастаймын. Мінекей әдемі. Сөйтіп суымыз негізі қайнап атқан кезде 15-20 минутта сарқылады ғой суы. Содан бетін жауып бұқтырамыз да, бұқтырғанда 20-25 минут бұқтырамыз. Содан кейін ашып қарап, уже жаныңызға сына берсеңіз болады. Өте дәмді күріш, палау деп айталам. Шашырап әдемі болып піседі. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Каналға неше түрлі әлде жақсы өз білгенімен бөлісіп отыратын боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Жасап көріңіздер. Өте дәмді. Каналға тіркелеміз.